Мұхаммед пайғамбардың ғарша ағлаға көтерілуі. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Арнаға жазылып, пікір қалдырып, қолдай отыруды ұмытпаңыз. Пайғамбар ғарша ағлаға келсе, шет-жегі көрінбейтін үлкен бір перде тұр екен. Жайнамаз одан өтіп барып, кілт тоқтады. Пайғамбар жайнамаздан түсіп 99 қадам басты. Әр қадам басқан сайын Алланың бір есімін ұлықтап отырды. Осыдан бастап Алланың 99 есімі дүние адамдарына мәлім болды. Бір жерге келгенде ұлы Алладан махаббат пен мейірімге толы достық пейілдегі дауыс естілді. Ей менің хабибім, сүйікті досым, қош келдің. Пайғамбар дауысты естігенде жүрегі езіліп, жанарына жас толды. Қолын жүрегіне қойып, басын иді. Ассалаумағалейкум, Тәңірі тағалам, жасаған ем, деді жүрегі қуаныштан жарыла жаздап. Уағалейкум әссәләм, деді рахмани әуез. Сосын, әй досым, маған қандай сыйлық әкелдің, деп тағы да үн қатты. Пайғамбар, я Алла, дүниеден ұлықтығыңа лайық ештеңе таппадым, өзімнің жан жүрегімді алып келдім, деді. Алла тағала, менің де күткен сыйым осы. Таза жүрек, кіршіксіз көңіл, кең пейіл мен үшін ең үлкен сый, деді де, тағы не әкелдің, деп сұрады. Қарабет үмбетімнің күнәларын ала келдім. Оларға мейірім шапағат ет, күнәларын бетіне баспа. Менің үмбетім заманның ең қиын кезінде ақиқат алаңында сыналады. Оларға залымдармен күресу қиынға соғады, деді. Мақұл, дегенің болсын, олардың күнәсін шапағат суымен жуып кетіремін. Заманның қиындығына орай үмбетіңе сан түрлі жеңілдіктер берем. Басқа қандай тілегің бар, деді. Олардың бәрін жәннатқа кіргізсең деймін. Кіргізем, тек оларға қояр шарттарым бар, деді. Жаратушы ем, шартыңды айт. Қарабет үмбетіме өсиет етіп қалдырайын. Сонда Алла тағала, біріншіден, үмбетің менің бірлігіме шүбә келтірмесін. Екінші, ата-анасын сыйласын. Олардың менен кейін жаратушысы солар. Үшінші, өлгенше надандықпен күресіп өтсін. Ілім іздеп, ғылым игеру ендігі заманда үмбетіңе парыз болады. Төртінші, әділдіктің туын жықпасын. Күллі адамзаттың теңдігі үшін күрессін. Бесінші, ұрпағына рухани тәлім тәрбие беруді міндет деп санасын. Адамзаттың азғындауына жол бермесін. Алтыншы, елі мен жұртының бейбіт өмірі мен берекелі тіршілігінің тұтқасы болсын. Елдің ынтымағын ойламаған ізбасарың мені бір деп тани алмайды. Жетінші, бөтеннің айыбын ашуға емес, жабуға бейіл болсын. Ақысына ақиретте мен де оның айыбын жабамын. Сегізінші, жазықтыны жазалауға емес, кешіруге асық болсын. Себебі мен жазалауды емес, кешіргенді сүйетін мейірімді Алламын. Тоғызыншы, бөгде жұрттың сенім нанымын кекетіп мұхатпасын. Кемсітуге ұшыраған халық надандықпен исламды сөгетін болады. Оныншы, үмбетің сенің көркем мінез құлқыңды үлгі қылсын. Сондықтан да мен сені ерекше көркем мінез етіп жараттым. 11-ші, үмбетің басына қандай сынақ түссе де менен үмітсіз болмасын. Менің дәргейімнен ібіліс малғұн ғана үмітсіз кеткен, деді. Жаратушының шарттарын пайғамбар қабыл алды. Қуанғаннан Құдайға мақтау айтты. Ұлы Алла, менің сүйікті досыма құрмет көрсетіңдер деп әмір еткені сол еді. Ғайыптан үлкен сарай, сансыз періштелер пайда болды. Ұлы Алла, ай Мұхаммед, сарайға кір, қонақ бол, деді. Пайғамбар сарайға кірді. Періштелер оған алтын табаққа салып, дүр гауһардан шашу шашып, құрмет көрсетті. Пайғамбар бұл сый-сияпатқа таң тамаша болды. Себебі мұндай құрметті алғаш көрген еді. Жаратушы, сенің келгеніңе барша періште қуанып жатыр. Менің сүйікті қонағым барлық сый-сияпатқа лайық, деді. Пайғамбар сонда, менен өзгеде сыйлы қонақ болама, деп сұрады. Сонда Ұлы Алла, жүрегін таза ұстаған салихтар, қылдай қиянаты жоқ момындар, қияметте менің құрметті қонақтарым, деді. Сарайдың ішінде шет-шегі жоқ ақ дастархан жайылыпты. Пайғамбар дастархан басына жайғасты. Күллі періште қызмет етуді мәртебе санап, тікесінен тік тұрды. Құдай тағала періштелерге, менің сүйікті пайғамбарымның шынтағы мамыққа тисін, деді. Періштелер Мұхаммедтің оң жағына,
жастыққа келіп қойды. Содан бастап мұсылман қауымында қонаққа жастық ұсынатын дәстүр пайда болыпты. Алла тағала пайғамбарға: досым, не қалайсың? Бүгін сұрағаныңның бәрін берем. Мен сені екі дүниенің нығметіне қатар бөлеймін. Мына дастархандағы ас-ауқат жәннаттың ең асыл тағамдарынан саған арнайы дайындалып жасалған. Дастарханнан дамал деді. Сонда пайғамбар: менің үмбетімде осы дастарханнан үлес ала ма деп сұрады. Жоқ, тек саған ғана. Мен бұл тағамдарды сенің бір өзің үшін ғана әзірлеттім. Олай болса, үмбетіме бұйырмайтын ас-ауқаттан тойып ішуге менің ар-ұятым жібермейді деп дәмге қол созбай отырып алды. Онда мына дастарханды саған сыйлыққа берем. Ішіне ырыс, дәулет берекені жасырдым. Үмбетіңе айт, егер дастарханын таза ұстап, адал асқағына жаятын болса, күллі ырысты сол дастарханнан табады, деді Алла. Пайғамбар дастарханды өзімен бірге Миғраждан ала келіпті. Үмбетіне шаңыраққа береке кірсін десеңдер, дастарханға арамас жолатпаңдар, аяқ асты етпеңдер деп өсиет қалдырыпты. Миғраждан қайтар сәтінде Ұлы Алла періштелеріне: Мұхаммедтің иығына зүміреттен жасалған шапан жабыңдар, басына сәлде ораңдар, сәлде ер үмбетінің қорғаны болсын деді. Періштелер пайғамбарға салтанатымен зелі шапан жапты, басына сәлде орады. Сол кезде пайғамбар: сәлде ердің қорғаны болса, әйелдің қорғаны не болмақ деп сұрады. Ұлы Алла: әйел заты үмбетіңе орамал беремін. Орамалы олардың әрі көркі, әрі қорғаны, әрі иба әдебі болады деді. Пайғамбар Миғраж сапарына мұсылман үмбетіне 9 түрлі қасиетті зат ала келіпті. Олар Құран, жастық, дастархан, шапан, сәлде, орамал, жайнамаз, сәлемдесу үлгісі мен намаз екен. Мұны пайғамбардың базарлығы деп атайды. Ел арасында Құранды құрметтеу, дастарханды баспау, киім-кешекті, бас киімді, орамалды аяқ асты етпеу, жастықты, жайнамазды қадірлеу сияқты ырымдар осыған орай шыққан екен. Құрметті тыңдарман, Миғраж оқиғасы жайлы қаншама ғибратты хикаялар, жыр дастандар тараған. Түркі даласына кең тараған аңызда Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Миғражда Қожа Ахмет Яссауидің нұрын көргендігі айтылады. Аңыздың таралуына себеп болған Яссауидің өзінің хикметтері. Яссауидің бізге жеткен Дивани Хикмет кітабында Миғраж оқиғасы жайлы шумақтар бар. Осының әсерінен Сыр өңірі мен Маңғыстауда өмір сүрген жыраулар да пайғамбардың Миғраж сапарында Яссауидің рухын көргендігін жырға қосқан. Құрметті тыңдарман, бұдан кейінгі шығарылымдарда Қожа Ахмет Яссауи туралы аңыздар мен әртүрлі хикаяттар салынатын болады.